Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Венера. Бүгін мен сіздерге осындай пончиктің рецептін көрсететін боламын. Ең алдымен біз сұйық заттарды табаққа құйып аламыз. Жылы сүт керек және сары май ерітілген. Екі жұмыртқа, ашытқы, қант, жарты шай қасық тұз. Миксерлеп аламыз. Енді ұнымызды елегіштен өткізіп, міндетті түрде елегіштен өткізіп аламыз. Сонда біздің пончик үлпілдек болып піседі. Сонымен қатар ванилин қосуды да ұмытпаңыздар. Оны ұнға қосып саламыз бірге. Миксерді алып тастап, ары қарай қолмен илейміз қамырымызды. Қалған ұнның барлығын салып, жақсылап қамырды илеп аламыз. Біздің қамырымыз дайын. Енді осы қамырды көтерілгенше қойып қоямыз. Қамыр көтеріліп дайын болды. Енді үстелбісін майлап алып, осы жерге қамырымызды түсіріп аламыз. Қандай әдемі қамыр шықты, көрдіңіздер ме? Енді осы қамырды жайып аламыз. Қалыңдығы 1 сантиметрдей болу керек. Қамырымыз жайып алдық. Қалыңдығы осындай. Енді қазір пончиктерімізді кесеміз. Мен пончиктерді кесу үшін мынандай ыдыстарды қолданамын. Арнайы кесетін құралдарыңыз болса, сонымен кессеңіздер болады. Ортасындағы тесікті осымен жасайым. Және алынған пончигімізді пергамент қағазына қойып, осылай көтерілгенше біраз қойып қоямыз. Біздің пончиктер біраз тұрып, кішкене көтерілгеннен кейін қуыра бастаймыз. Қуырған кезінде майды қатты ысытпаймыз. Өйткені пончиктің іші піспей қалып, сырты қатты күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан майымыз аз қызған кезінде, сол кезде саламыз пончиктерді. Қатты қыздырып жібермеңіздер, өйткені бірден күйіп кетуі мүмкін.
Өте баяу піссе, іші де толық піседі, және күймей әдемі қызыл болып піседі. Қатты бұрқырап қуырылмай, осылай жай қуырылу керек. Сонда толықтай піседі. Мұнда қағаз салфетканы дайындап, тарелкамызды дайындап қойдық. Қазір қуырылған пончиктерді осы жерге аламыз. Сонда майы, артық майын салфетка сорып алады. Осындай баяу отта пісіреміз пончиктерімізді. Сонда іші толық пісіп, сырты күйіп кетпей әдемі болып піседі. Пончиктеріміз дайын. Жаңағы қамырдан осынша пончик шығады. Мына жақта мен қалған кесінділердің бөлшектерін осылай қуырып алдым. Қазір енді бетіне шоколад, жағатын шоколадын дайындаймыз. Бетіне жағатын шоколадты дайындау үшін менде ақ және қара шоколадым бар. Осыларға кішкене ыстық сливкиді құямыз. Осылай ертіп аламыз шоколадымызды. Енді мен ақ шоколадты түсін өзгерткім келіп тұр. Кішкене розовый қылып, бір тамшы сұйық красителен қостым. Шоколадтарымыз дайын. Енді пончиктерімізді шоколадтарға батырып шығамыз. Мыналардың бояуы аздау болып қалғаннан кейін тағы да қостым қызыл түстен. Қайтадан шоколадқа малып шығамыз. Менде кешегіден қалған карамель бар. Сол карамельді де жағам қазір бетіне. Карамельдің жасалу рецептін менің каналымнан көрсеңіздер болады. Жартысы қара шоколадпен, жартысы розовый шоколадпен, жартысы карамельмен болады. Ал енді Алиханнан сұрап көрейік, пончиктің дәмі қандай болыпты. Жеп көрші, Алихан.
Қандай болыпты? Дама шоколадтың дәмі. Және молочный шоколад. Жоқ, сен шоколадын айтпасай сен. Пончиктің өзі қандай екен? Жұмсақ па? Иә, жұмсақ. Дәмі әдемі ба? Дәмі әдемі. Ал достар, сіздер де менімен бірге пончикті жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.